Сәлем. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма? Сағат қанша болды? Жұмыс қалай? Ішіңіз аман ба? Малжан аман ба? Атыңыз кім? Злата, қайырлы күн. Өзің мектебіміздің мақтанышысың. Біздің Злата қазақ тілі пәнінен олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Біздің Злата қазақ тілін жетік меңгерген. Злата, өзің туралы айтып кетсең? Менің атым Злата, мен Көкшетау қаласында тудым. Менің ата-анам орыс болса да, мен өзіні қазақ деп санаймын. Қазіргі уақытта мен нөмір 4-ші мектебінде 8-ші сыныбында оқимын. Бұрынғыда мен 3-ші мектебінде оқыдым. Қазіргі мектебі маған өте ұнайды, мұнда қызықты және мен өте көп жаңа достарым пайда болды. Злата, қазақ тілін меңгеруді қалай бастадың? Бірінші ретте мен өзімнің ата-анаға алғысым айтуым келеді. Себебі олар мені қазақша балабақшаға берді, кейін қазақ мектебіне оқытты. Менің қоршаған ортада қазақтар болды, достарым қазақ ұлтты болды. Сол үшін мен қазақ тілді үйреттім. Және мен өзім бірінші мұғалімдерге алғыс айтуым келеді. Злата, күнделікті өмірде қазақ тілін қолданасың ба? Иә, күнделікті өмірде мен қазақ тілді қолданамын. Мысалы, мен көп достармен қазақ тілде сөйлесемін. Және мен өзімнің ағаммен үйде қазақ тілде сөйлесуге тырысамын. Сен қазақ тілінде ән айтады екенсің, сол туралы айтып кетсең? Иә, маған қазақ тілінде ән айту ұнатады. Мен көп сайыстарға қатысамын. Музыка менің өмірімде көп орын алады. Мен музыка мектебін бітірдім. Флейтада және фортепианода ойнаймын. Және менің отбасымда ағам да музыкамен айналысады. Ол Көкшетау қаласының бірінші орыс домбырашы болды. Қазақ тілін үйренудің тиімді жолдары және сіздің тілегіңіз? Қазақ тілі біздің мемлекеттік тіл, сол себептен оны барлық адамдар білу керек. Қазақ тілі үйрену үшін ниет болу қажет, көп қазақша кітаптар оқу керек, және қоршаған ортада қазақ ұлтты адамдар болуы керек. Қазіргі уақытта интернетте көп онлайн сабақтар бар. Олармен қазақ тілі үйренуге болады. Қазақ тілі білуге қазіргі уақытта өте маңызды. Сол себептен ата-аналар өзінің балаларды қазақ мектебіне апаруға қорықпау керек. Қазақ тілін үйренейік. Сұхбатымыз өте қызықты өтті. Рахмет.